Суым қайнап жатыр. Сүтімізді құямыз. Қайнап жатқан 600 мл суымызға 200 мл қойылтылған сүтімізді қосамыз. 50 грамм май саламыз. Және қайнатамыз осыны. Астын былғай отырыңызда жабысып қалмау үшін. Мінекей қайнап жатыр. Енді астын сөндіреміз. Мінекей суымыз суыды. Енді жайлап араластырып аламыз. Екі жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды араластырып аламыз. Тұзымызды саламыз. Енді ұнымызды саламыз. Жаймендеп. Мынандай тесті пайда болады. ...400-450 грамм алма аламыз. Оның сыртқы қабығын ашып тастаймыз. Алмаларды ондай сақтамай тураймыз. Қатты ұсақ керек емес. Осындай ыдысымызға саламыз, кастрөлімізге. Отқа қоямыз енді. Алмамызды қоямыз. Енді сары майымызды саламыз, бір қасық. Бұл үшін осылай былғап отырамыз. 60 грамм секерімізді, 4-тен 1 корицамызды, 1 шай қасық лимон шырынан құямыз. Бетін жауып 1 минутқа қайнатамыз. 1 ас қасық крахмал, 2 ас қасық су құюға болады. Крахмалымызды естіп езіп аламыз.
Енді крахмалымызды құямыз. Мінекей, алмамыз қоюланды. Шалманы тураймыз. Қабығын ашып саламыз. Табамызды қыздырамыз. Оған секер саламыз. 30-35 грамм. Секеріміз еріп жатыр. Енді майымыз саламыз. 40 грамм. Жарты лимон шырынан құямыз. Бетін жауып, отта бұқтырамыз. Аздап корицамызды қосамыз дәміне қарап. Осылай суын сарқып пісіріп аламыз. Дайын начинкамыз. Екі начинкамыз дайын. Қарақат салып жібереміз. Мінекей, құймағымыз дайын. Мінекей, жемістермен беруге болады. Өте әдемі болып шықты. Дәмі енді керемет.